Мұз кептелістері табиғи қауіп ретінде. Мұз дегеніміз не? Ол қайдан пайда болады? Неге ол қауіпті? Енді біз осы сұрақтарға бірге жауап табайық. Алдымен мұздың не екенін білейік. Мұз бұл су, суық температурадан қатып қалған су. Температура 0 градустан төмен түскенде су мұзға айналады. Айсберг. Бұл мұхиттағы үлкен мұз таулары. Олардың тек 10% ғана судың үстінде көрінеді. 90% су астында жасырын. Ал мұз кептелістері деген не? Мұз кептелісі бұл суда жүзіп жүрген мұз сынықтарын жиналып, белгілі бір жерді бітеп тастауы. Олар өте қауіпті, өйткені кемелерге соғылып, оларды зақымдауы мүмкін. Қысқа мезгілде өзендер мен көлдерде де мұз кептелісі пайда болады. Мұндай мұзға шығу өте қауіпті. Осындай мұздықтар жылына бірнеше метрге қозғалады және мұхитқа дейін жетеді. Енді біз мұздың қалай пайда болатынын үйренейік. Тауларда қар жауады, қар жыл сайын жиналады. Қысым астында ол мұзға айналады, осылайша мұздықтар пайда болады. Мұздың еруі бұл табиғи үдеріс, бірақ жер шары жылынған сайын мұз тым тез ериді. Бұл жүздеген жылдар бойы суықта қатқан алып мұздар. Бірақ жер шарының ауа температурасы көтерілген сайын мұздар бұрынғыдан да тез ери бастады. Мұз еруі несімен қауіпті? Мынаған қарап көрейік. Осылай мұздықтар құлап, жылдан жылға азайып келеді. Мұз еруі әлемдік су деңгейінің көтерілуіне алып келеді, яғни құрлықты су басады. Мұз ерісе, оны мекен ететін жануарлар, ақ аюлар қауіпке тап болады. Ақ аюлар және итбалықтар азық іздеу үшін мұзға сүйенеді, ал мұз азайған сайын өмір сүру қиындай түседі. Жаһандық жылыну әсерінен мұз еруі бүткіл табиғатқа әсер ететін үлкен өзгеріс. Табиғатты қорғау осы аюлар, итбалықтар сияқты жануарларды қорғау деген сөз. Ал ол үшін сен не істей аласың? Бірге не істей алатынымызды айтайық. Мен жерді ластамаймын. Суды босқа ағызбаймын. Қоқысты жерге тастамаймын. Мұздың бетіне қараусыз шықпаймын. Осылайша біз табиғатқа, жануарларға және өзімізге қамқор бола аламыз. Келесі кездескенше табиғатты қорғайық.